Саламатсыздар оқушылар. Өткен сабағымызда біз тасбақалар жөнінде презентациямен таныстық. Тасбақаның қанша түрі бар, қызыл кітапқа енгендігі жөнінде, неше жыл өмір сүретіндігі жөнінде біз танысып білдік. Енді біз бүгінгі сабағымызда тасбақаларға күтім жасау. Біздің өздеріңіз көріп отқандай, екі торда біздің шөл дала тасбақалары бар. Сол шөл дала тасбақаларына біз қалай күтім жасаймыз, соны сіздерге қазір тәжірибе жөнінде көрсетемін. Алдымен біз өзімізді сақтау үшін, денсаулығымызға қорғау үшін бет пердесін киіп аламыз. Одан кейін медициналық қолғап. Қолымызға ешқандай зиянды әрекеттердің болмауына байланысты. Енді бетімізге бетпердемізді кидік, қолымызға қолғабымызды кидік. Енді тасбақамызды тазартамыз. Бұл үшін бізге ағаш ұнтағы, күрегіміз және пакет керек болады. Алдымен тасбақамыздың тамақ ішкен алып қоя тұрамыз да, содан кейін тасбақамызды тазартамыз. Күнде тазартып тұру керек бұл тасбақаны. Тазартып аламыз. Тасбақамызды тазартып болды. Енді ағаш ұнтағын себеміз, тазалау. Көрдіңіз ғой балалар? Бірінші тамақ салған ыдысымызды аламыз, одан кейін ішіндегі бөлінген қоқысын алып пакетке саламыз да, қайтадан жаңа ағаш үгіндісін қайтадан себеміз. Енді алған тарелкамызды, ыдысымызды тастаған, оны ана жердегі ыдыс жуатын раковинамызға апарып жуамыз. Тамағымызды дайындайтын орнымыз. Біз жерде 40 қабатты дайындап қойдық. Осы 40 қабатты тура тасбақамыздың ыдысына саламыз. 40 қабатты турады. Енді бұны біз тасбақаларымызға қоямыз. Көрдіңіздер ғой балалар? Тасбақалар қалай күтім жасау керек. Енді бізде тағы да шөбіміз бар. Тасбақалар шөп дейді. Шөп те саламыз. Бұлар су ішпейді, шөл дала тасбақалары. Көкөністермен, шөппен қоректенеді. Ендігі кезек су тасбақасы, теңіз тасбақасы. Өздеріңіз көріп отқандай, бізде де тағы теңіз тасбақасы бар. Бұл арнайы өзі тасбақаның ыдысына салынып, суын құйып, тасбақа осында өмір сүреді. Бұл етпен қоректенеді. Және де мынандай свет жағып қоямыз. Өйткені бұл тасбақа арқасын қыздырып, өзі жылынып тұрады. Енді балалар, біз алдыңғы сабақта слайд бойынша тасбақамен таныстық. Бүгін тәжірибе түрінде тағы да көрдік. Енді сіздерге үйге берілетін тапсырма. Тасбақа жайлы қандай қызықты мәліметтер білесіздер. Сол жөнінде тапсырма сіздерге орындауға. Сау болыңыздар.